железин ауданының ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімінің ағымдағы жылдың қаңтар айында атқарған жұмыстарына қысқаша шолу. Железин ауданының ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімінің мемлекеттік тілдің қолдануы және тіл заңнамасына бақылау жасау мақсатында бөлім жанынан мониторинг тобы құрылды. Оның құрамына қазақ тілі қоғам мүшелері, Нұр Отан партиясының аудандық мәслихат депутаттары, тіл жанашырлары кірді. Аудан орталығындағы келесі мекемелерге талдау жүргізді. Ол Халық банкі, Қазпошта, азаматтарға қызмет көрсету орталығында. Аталған мекеме басшыларына жаднама таратылып, мемлекеттік тілді үйренгісі келетін қызметкерлерін тегін оқыту курстарына шақырды. Сонымен қатар жоғарыда аталған мекемелерде қазақ тілін үйренушілерге арналған QR коды бар плакаттар ілінді. Алдағы уақытта осы бағытта жұмыстар жалғасатын болады.